Жалпы онлайн пирамида дегеніміз не? Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, азаматтардың көбісі әлеуметтік желілерді белсенді қолданады және көбінесе потенциалды клиенттер оларға сол ғаламторда болып танылады. Өзіңізді алаяқтар мен пирамидалардан қалай қорғауға болады? Негізі алаяқтар көбейіп кетті. Тіпті криптовалюта, бағалы қағаздар, инвестицияға да кіріп кеткен. Өздерін болашақ зор компания қылып көрсетті, үштігейлі жоқ болып кетеді, адамдар ақша салғасын. Біз жай адамдар былай тұрсын, кәсіпкерлердің өздері сақтанбаған ондайдан. Сорды анықтау керек, білу керек. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді. Және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Криптопирамида дегеніміз не? Сол туралы айтып кетсеңіз. Криптопирамида дегеніміз бұл дәстүрлі қаржылық пирамидалар сияқты тиімді инвестицияларды имитациялайтын, крипто жобаларға қатысуға шақыратын алаяқтық схема. Қазіргі таңда криптовалюталар белсенді түрде жарнамаланып жатыр ғой дүние жүзі бойынша. Сондықтан алаяқтар бұндай мүмкіндікті жіберіп алмас үшін қазір криптопирамидалармен айналысады. Түсінікті. Алаяқтардың криптовалютаның танымалдарға арқасында пайда табуға тырысатыны ешкімге құпия емес. Оның үстіне әзірше мұның техникалық жай-жапсарын білетіндер көп емес. Криптовалютаны төлем құралы ретінде пайдалану Қазақстан заңнамасына қайшы келетіндігі. Бірақ криптовалютаға басқаны, яғни тауарларды және қызметтерді сатып алу немесе сату мүмкін емес. Себебі сатып алу-сату туралы шарттарда және басқа заң құжаттарында криптовалютаны төлем құралы ретінде пайдалануға болмайды. Мұндай мәмілелер заңсыз деп танылады. Сонымен биткоин төлемдерінің көбінесе жасырын болатындығын және виртуалды түрде ғана жүргізілетіндігін ескере отырып, тараптардың біреуінің міндеттемелерді орындамау тәуекелі ғана емес, сондай-ақ тікелей алаяқтық тәуекелдері айтарлықтай өседі. Бұған қарамастан инвесторлардың криптовалютаға қызығушылығы күн сайын өсуде. Осындай қызығушылықты алаяқтар да пайдалануда. Мұны олар қалай жасайды? Екінші сұрағым, Форекс пирамидасы дегеніміз не? Форекс пирамидасы негізі өздерін делдал брокерлар ретінде немесе инвестициялық қорлар ретінде көрсетеді. Олар Форекс жаңағы валюта нарығында сізге ақша толтырып, сол ақшаңызды валюта ставкаларына қоюды ұсынады. Бірақ бұл жердің айла амалы неде? Негізі сіздің қойған ставкаңызды бұлар нарыққа шығармайды. Тек сайттың ішінде ұйымдастырушылар жаңағы өзара клиринг қағидасы бойынша өзара есеп айырысу жаңағы қағидасын пайдаланады. Бұл жаңағы Форекс нарығының сөзімен айтқанда ас үйдегі сауда деп аталады. Сондай схема. Түсінікті. Қаржы пирамидасының жаңа схемаларының біреу майнингке, яғни криптовалюта алуға негізделген. Сізге криптовалюталық фермаға, демек жабдықтың бір бөлігіне салым салуды ұсынады. Сіз басқа да әлеуетті инвесторларды көп тартқан сайын көп дивидендтер мен пайда ұсынады. Бұл ретте пайда алуға кепілдік беріледі, ал кірістік мөлшерлемесі айына 50-ден 100%-ға жетуі мүмкін. Кез келген криптовалютаның құбылмалылығын ескере отырып, кез келген жағдайда ол бойынша шектеулі кіріс алу мүмкін емес. Мысалы, бір айдың ішінде монеталардың жалпы санының 10%-ы майнингтеледі делік, ал әрбір монетаның құны 15%-ға төмендеді. Демек, жабдық жұмыс істеді, электр энергиясы жұмыс салды, ал инвестор шығынға ұшырады. Мұндай жағдай жиі кездеседі. Кез келген қаржы операцияларын, сондай-ақ ұйымдастырушылар жүйе ұсынатын биржада сауда-саттықты тек қана тіркеуден өткен қолында лицензиясы бар ұйымдастырушылар мен брокерлер арқылы жүзеге асыру қажет екендігін тағы да бір еске саламыз. Егер де сіз қаржы пирамидасының құрағына түсіп қалсаңыз және өз қаражатыңызды қайтарып алғыңыз келсе, онда дереу барлық құжаттар мен құқық қорғау органдарына жүгініңіз. Әсел ханым, криптопирамида мен Форекс пирамиданың қандай белгілері бар? Оларды қалай тануға болады? Қазіргі таңда криптовалюта негізі, оның айналымы дүние жүзі бойынша реттелмеген. Ешқандай заңға бағынбаған деп айтсақ болады.
Мысалы, лицензиясы бар компанияның сіз бірден білесе, лицензиясы бар, яғни оған кішкене болса да бір сенімділік артасыз. Ал криптовалютамен жұмыс жасайтын мекемелерге лицензия керек жоқ қой. Сондықтан оларды ажырату өте қиын. Тіпті адал криптовалютамен істейтін брокерлерге ақшаңыз тапсырған күннің өзінде сіз өте үлкен жаңағы тәуекелге барып тұрсыз. Өйткені криптовалюталар бір күнде жарты құнын түсіруі мүмкін, бір күнде жарты құнына өсіп кетуі мүмкін. Өте сондай тұрақсыз құны өте тұрақсыз. Сондықтан бұл қауіпті десем болады. Ең алғашқы белгісі, жаңа крипто жобаға қатысқан кезде сізді мысалы былай шақыру мүмкін, краудфандинговый платформаларға ақша салып, жаңағы бірігіп, жаңағы криптовалюта сатып ал деп айту мүмкін. Бір криптовалютаның қазіргі ең кең таралған биткоинның құны шамамен 47-48 мың доллар ғой, оны әркім сатып ала алмайды ғой. Және оны бөлшектеп жаңағы сатады биткоиндарды мысалы, сол сияқты осындай краудфандинговый платформа дейді, жаңа салымшылардың ақшасын жинайды да бірігіп криптовалютаға салуды ұсыну мүмкін. Алғашында сізге жақсы табыс көрсету мүмкін. Сіз оған мысалы бір көргенде жаңағы 10%-дан астам табыс тапсаңыз, сіз қызығып кетіп тағы да ақша салуыңыз мүмкін ғой. Және уже екінші, үшінші салымнан кейін мысалы жаңағы неңіз табысыңыз азая бастаса, сіз уже жаңа дабл қағасыз, дұрыс па? Және былай да болуы мүмкін. Мысалы, майнинг қазіргі кезде жаңа криптовалютаның майнинг жасайтын ұйымдар мода болып кетті десек болады, Бізде ақпарат аз, сондықтан қайсына сенеріңізді білмейсіз. Сізге айту мүмкін, мысалы жаңадан криптовалютаның фермасы деп айтсақ болады, фермасына ақша сал деп шақыру мүмкін сізді. Сөйтіп өзіміздің криптовалютамыз шығарамыз. Қазір неше түрлі эфириум, жаңағы биткоинның басқа да түрлері бар ғой. Сондай жаңа түрін ойлап табатын құрылғыларға ақша сал деп шақыру мүмкін. Сосын жаңағы Форекс пирамидаларының бір басты белгісі, ол жерде брокерлар сіздерден ақша жинайды, жаңа салымшылардан ақша жинайды, және оны сіз жаңағы валютаның ставка жасайды бағамына, валютаның бағамына ставка жасайды. Бірақ сіздің ақшаңызды нарыққа шығармай, өзара сол сайттың ішінде ставка жасап, сізге жай ғана суреттерді көрсету мүмкін. Міне сізде қазір осынша табыс, осындайға жолықтыңыз деп. Бірақ ешқандай қағаз жүзінде дәлелдей алмайды. Мысалы, сіз құнды қағаздарға салсаңыз, сіз орталық депозитарийден немесе кастодиан банкінен жаңағы выписка дейді ғой, сондай ала аласыз. Дәлелдей аласыз, сіз осындай мүліктің иесі екеніңізді. Ал криптовалюталарға, жаңағы Форекс пирамидаларына ақша салған кезде сізге ешқандай дәлел жоқ. Тіпті жаңағы өзіңіздің личный кабинет дейді ғой, сол жердің паролін, құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, тіпті сіз адал криптовалюта сатып алған күннің өзінде пароліңізді ұмытып қалсаңыз, бітті, ол криптовалютаңыз жоғалады, оны қайтара алмайсыз. Сондықтан бұл жерде тәуекелдер өте көп. Мысалы, памп счеттарға ақша сал деп айтады жаңағы инвестиционный брокерлар, сіздерге памп счетқа ақша сал, мен оны өзім айналдырам деп айту мүмкін сізге. Сіз оған қалай сенесіз? Ол жаңағы Форекс нарығындағы ең жақсы белсенді брокерлардың графиктерін көрсету мүмкін. Мен осынша 10 жылдың ішінде осындай табыс таптым, 5 жылдың ішінде осындай табыс таптым, клиенттерімнің ақшасын осынша есе өсірдім деп көрсету мүмкін. Бірақ сіз қайдан білесіз ол график кімдікі екенін? Ол Форекс нарығындағы белсенді брокерлардың, адал істейтін брокерлардың графиктері болуы мүмкін. Өстіп шақыру мүмкін. Тек қана жаңағы ақшамды қайтарамын, немесе частично дейді ғой, солай шығарамын деген кезде, егер де сізді ақша шығаруыңыз қиын болып кетсе, неше түрлі анықтамалар сұраса, жаңағы ақша шығару бірден болмаса, бұл уже дабл қағаз. Яғни сіз алаяқтық схемаға түстіңіз деген сөз. Түсінікті. Қазақстанда Форекс нарығында алаяқтардың әрекеттеріне шағымдар түсуде. Алаяқтық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында интернет кеңістікте алданып қалу тәуекелі едәуір ұлғаяды.
КНР-да да жеке тұлғалардың кіре алуға кепілдік бере отырып, оның ішінде Форекс нарығынан сауда есебінен халықтың жаппай ақша тарту белгілеріне ие ұйымдардың қызметіне шағымдар мен өтініштер үнемі түсуде. Өтініштердің мәні әдетте Форекс дилерлер және басқа да лицензияланбаған делдалдардың клиенттердің инвестициялық мақсаттар үшін ақша тартады. Форекс нарығына қатысты алаяқтық схемалар онлайн режимде жүзеге асырылады. Алаяқтар брокерлік, дилерлік қызметті жүзеге асыруды желеу ете отырып, валюта нарығында операциялар жүзеге асырылатын сайтты пайдаланушы азаматтардың ақша болып саналады. Алаяқтар қолданатын психологиялық қысым көрсетудің белгілі қалай болып атап көрсетуге болады. Кейде кейбір алаяқтар өздерінің құрбандарына дәріс береміз деп шақырады. Жеке кеңес береміз деп шақырады. Бұндай шақырулардың мақсаты сізбен шарт жасау. Сіздің инвестицияларыңызды жаңағы басқаруға шарт жасау, көндіру. Криптовалюталар немесе Форекс нарығында сіздің ақшаңызды үнемі артып, үнемі өсіріп отыратын алгоритммен таныстырам, соған үйретем деп шақырады сізді. Егер де дүние жүзінде осындай ақшаны жылдам арада жаңа $100 5 айдың ішінде $200 болып, немесе жаңағы одан да көп $1000 айналдыратын алгоритм болса, онда дүние жүзінде ондай инвесторлар вообще керек емес болар еді. Брокерлардың өздеріне байып кетпейді онда. Өздері ақ байып, дүние жүзінің ең бай адамы Джефф Безостан да асып кетпей ма? Сондықтан айта кететін ең басты нәрсе, ақшаңызды тиімді, тез өсіретін алгоритм жоқ. Ондай алгоритм ешкім әлі ойлап тапқан жоқ. Ондайға сенбеңіздер. Түсінікті. Алаяқтар сайттың пайдаланушысымен жалған қалалық нөмірлер, электрондық пошта арқылы өзара іс-қимыл жасай отырып, барынша сенімді болу үшін халықаралық банк брендтерінің атынан хаттар жібере отырып, табысты және перспективалы компанияның бейнесін жасайды. Кейбір жағдайларда назарын әлсірету және өз қызметін растау үшін алаяқтар жалған бизнес жоспарларды ақша салу туралы ұсыныстармен жібереді. Пайдаланушы белгілі бір соманы өз еркімен жібергеннен кейін жалған брокерлер оларға ақшаның әртүрлі себептермен банкте қалып қойғанын және оны алу үшін белгілі бір пайызды төлеу керектігін айтады. Психологиялық әсердің әртүрлі әдістерін қолдана отырып, алаяқтар сайт пайдаланушысынан қосымша қаржы алады. Бұл тетік пайдаланушы компанияның заңды қызметіне күмән келтіріп, олардың заңдылығын тексере бастағанға дейін жұмыс істейді. Пайдаланушының өз салымын қайтаруға деген ұмтылысын ескере отырып, бұл схеманы бірнеше рет жүзеге асыруға болады. Бұл схеманың тетігімен әзірленуі инвесторлардың сеніміне және оларға күшті психологиялық қысым көрсетуге негізделген. Үнемі тіркелмеген нөмірлерден қоңырау түседі. Электрондық хаттар және инвестициялау бойынша жалған бизнес жоспарлар жіберіледі. Тағы бір маңызды нәрсені білу керек. Қаржы пирамидаларын кім және қалай жазалайды? Тағы бір сұрақ, егер де мен криптовалютаға тап болсам, егер де мен криптопирамидаға тап болсам, немесе Форекс пирамидасына тап болатын болсам, мен не істеуім керек? Бірінші, бір кеңестеріңіз болса. Біріншіден, мен жаңа басында айтып өттім ғой, криптовалюталардың айналымы ешқандай реттелмеген, заң жүзінде реттелмеген. Негізі көп мемлекеттер криптовалютаны заңсыз деп табады. Оны жаңағы кәдімгі ақша айналымы ретінде пайдаланбайды. Оны үйтіп заңды түрде әлі оны тіркемеген. Сондықтан егер де сіз криптовалютаны сатып алып, бірақ оның ақшаны ол жерден шығара алмай, сондай алаяқтық схемаға тап болған жағдайыңызда, не айтайын? Ол ақшаңызға сау бол деп айтасыз. Өйткені қайтаратын мекеме жоқ. Қазіргі таңда әлем бойынша ондай алаяқтық схемаларды әшкерелеп, сізге ақшаңызды қайтарып беретін ұйым жоқ деп айтсам болады. Қазақстанда тіпті. Түсінікті. Бекзат, сіз жаңа осы бағдарламаның басында сұрадыңыз ғой, ақшамды қалай көбейтсем болады деп, кімге сенем деп. Мен айтайын, лицензиясы бар брокерларға барыңыз, құнды қағаздармен жұмыс істеп бастаңыз. Криптовалютаны алмаңдар деп айтып тұрған жоқпын мен мұнда. Алсаңыз да болады. Ол қазір көрсетіп тұр ғой, бұрын қанша тұрды, қазір $47-48 мың тұрады бір биткоин.
Оны алма деп тұрған жоқпын, оны да алсаңыз болады, бірақ ол тәуекелдердің бар екенін өзіңіз біліңіз. Тек қана мемлекеттік құнды қағаздардан ғана бір кепіл бар. Мемлекеттік емес қағаздардың бәрі тәуекелге толы. Пирамида құрбандарының ішінде азғантай сомадан айырылған адамдар көп кездесіп жатады. Олардың басым көпшілігі ақшасын жоғалтқанына көнеді. Бұл алаяқтардың адамдарды одан әрі алдап арбауы жалғастыруына ықпал етеді. Алаяқтыққа қарсы күресте ең маңыздысы істі көпшілікке жария ету. Қазақстанда қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету үшін қылмыстық жауапкершілік, қаржылық пирамида қызметінің жарнамасын шығару, тарату және орналастыру үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Классикалық оқиға: компаниялар басқа елдерде тіркелген жалған оң пікірлері көп, ал қаржылық мәселелер үйлер мен яхталардың әдемі суреттерінің артында жасырылған. Бірақ қазір мен олармен қалай күресу керектігін білемін. Енді сіз де білесіз. Ең жақсысы, біздің бағдарлама сенімсіз тұрғындардың өз қаржыларына мұқият болуына көмектеседі. Қалай ойлайсыз, Қазақстанда қандай жолдар бар ақшаны көбейтіп, ақшаны қайда салуға болады? Финансовый пирамидадан басқа. Мен өзімді қаржылық жағынан сауатты адаммын деп айта аламын. Мен осы жолды жүріп өттім.